аштықтан өлді. Мен не істеймін? 1 ай жасаңыз және өзіңізді жас ханым ретінде қабылдаңыз. Мен мұндай идеяны алғаныма өте қуаныштымын. Жұмыртқа мен су қоян болуы мүмкін. Кейбір адамдар қоянға жатпайды ма? Егер сіз күндіз маджонг дастарханында ақымақ болсаңыз, мен сізге әлі де түсіндіремін. Бұл сенің шаруаң емес. Егер мен маджонгты ойнасам, сен қайын сіңілісің деп есептейсің. Менің ағам құрылыс алаңында көп ақша табады. Сондықтан сіз тәртіпсіздікті түзете аласыз. Бұл менің шаруам емес. Күйеуім құмар ойын үстеліндегі барлық карточкалық ақшасын жоғалтты. Мен бұл тағамды көкөніс базарынан алдым. Мен оны жегенді ұнатамын ба, жоқ па, бірақ маған берген ақшам. Мен қалағанымды жоғалтып аламын. Неліктен бөгде адам не істеу керектігін айтуы керек? Бұл менің әйелім, балаларымның анасы және осы отбасының қожайыны. Жетер, мен сенің әпкеңмін. Бүгіннен бастап, менің барлық жалақым сіздің қайын сіңіліңізге сақтауға тапсырылады. Егер сіз ақша жұмсағыңыз келсе, өзіңіз барыңыз. Бауырым, сен ондай нәрсеге үйрендің. Ол үшін маған бар ақшаңды жұмсауға рұқсат бермейсің. Мен саған бар ақшамды бердім. Тіпті анамның нефрит білезігінде сен ұрлап алдың. Бұл сіздің ақша таба алмауыңыздан емес пе? Сіз әлі де адамсыз ба? Мұны қалай айта аласыз? Ма Чингуан, сен менің ағам Хунми Чжэн Гуан болуға лайық емессің. Менің жасым 30-да емес. Ол әлі жас және надан. Ол әлі де 30 жасында қалыпты түрде келетін адамның анасы болғанын қалайды. Сондықтан ол 50 жасында зейнетке шыққанға дейін есі дұрыс болмайды. Бұл менің үйім. Ван ағаның жағдайы қандай? Айтар сөзің бар. 1 минут күте тұрыңыз. Бастығыңызға күшіңіз жетпейтінін айтқан кезде, маған қарыз ақшаңызды қашан қайтаруды жоспарлап отырсыз? Босс Ли, мен шынымен де онша көп ақша ала алмаймын, және оны маған жинауға ақшам да жоқ. Ағаң менің құрылыс алаңында менеджер болып қана қойған жоқ па? Сізде ақша жоқ. Оның жеңілген адамы, менің қаншық, қайын сіңіліммен сөйлеспекші. Мұны ағаңа жасырудың жолын тап. Сонда бізге түсінікті болады. Бұл не? Дәл қазір құрылыс алаңында бірдеңе болды. Маған оны басатын біреу керек. Сіз маған кінәні өз мойныма алуға рұқсат бересіз бе? Мен қарамаймын. Немесе мен сізге ақшаңыз бар екенін айтайын. Бәрін айту оңай. Босс Лин, уайымдама, мұны істеу керек. Сәлеметсіз бе? Неге бүгін кенеттен қайтып келдің? Әйел, біздің отбасымызда қандай қуаныш бар. Сіздің бастығыңыз менің байыпты жұмыс істеп жатқанымды көреді, және маған өте оптимистік көзқараспен қарайды. Егер мен менеджер болсам, маған 250 юан төленетін еді. Қазір 3, солай емес пе? Тамаша. Бірақ мен босс Линнің жұмысы онша таза емес деп естідім. Күйеуім сізден менеджер болуды сұрағанда, мен әрқашан өзімді аздап қауіпті сезінемін. Кішкентай жерлердегі адамдар өсек айтқанды ұнатады. Оларды тыңдамаңыз. Босс Лин бізге өте жақсы қарайды. Уайымдамаңыз. Сіз күні бойы көп жұмыс істедіңіз. Ол менің әйеліме қамқорлық жасауы керек. Мен сені азапқа салдым. Болашақта барлығыңызға міндетті түрде жақсы өмір сүруге мүмкіндік беремін. Жарайды ма?
Келініме бірдеңе болып, ағамды құқық қорғау органдары алып кеткен. Чен Гуофен, не болды? Қазанның түбі құлаған кезде 3 адам қаза тапты делінеді. Мен менеджермін. Құқық қорғау органдары оны тікелей алып кетті. Бауырлар, мені кінәламаңдар. Жаман балалар біреудің өлетінін біліп, апатқа ұшырады. Сондықтан олар мені осы жабдықты сатып алуға мәжбүр етті. Келіні Ван Цан, маған шындықты айтшы, не болып жатыр? Келін, сұрама, мен ештеңе білмеймін. Ағаңды түн ортасында құлап қалғандай емде, медициналық шығыныңды кім төлейді? Анаңды ауруханаға кім жібереді? Егер сіз төмен түссеңіз, мен түрмеге бекер бармаймын. Болды. Сізге хабарладыңыз ба? Әйтпесе, мені кінәламаңыз. Ақшаны үнемдеу үшін мені осы проблемалы жабдықты сатып алуға мәжбүрлеген мен емес, Лин мырза. Сондай ақ, ол бірдеңе болып қалса да, сенің маған еш қатысың жоқ екенін айтты. Мен жай ғана сатып алушымын, бірақ мен оның марканы соттап, өлім жазасына кесуді жоспарлап қойғанын ешқашан күткен емеспін. Ол қол қойған жауапкершілік хаты марканың киімінде қалай болуы мүмкін? Ей, сен маған не қарызсың? Сіз оны ақша табу үшін пайдаландыңыз ба? Маған сенбесеңіз, бәрі бітті деп айтамын. Солай ма? Мен жай ғана кішкене шарап іштім. Ал кішкентай бала есінен танып қалды. Сен өзіңсің. Топ ақшаның қайдан келетіні сіздің бизнесіңіз деп айтама? Хунми, сен осындасың ба? Сіз менің ақшамды қалайсыз ба? Сізді толқытқан Сюлан кемпіріңізге не болды? Егер сізде айтатын бірдеңе болса, анашым, оның құмар ойындарда ақша табу үшін не істей алатынын көріп тұрсыз ба? Құмар ойындар сізге сонша ақша береді. Құмар ойындар ақша ұтып ала ма? Мен ішке кіремін. Мен жай ғана осы жеңіл киімнің ішіне кіремін. Мұнда кім бар екендігі туралы түсініспеушілік бар ма? Хунми қанша оқығанды ұнатса да, ол оны баспайды. Ли Сюлан, өзің кел. Евнухқа бірдеңе болды. Мен қандай адамын? Жүрегіңде санамайсың ба? Ол көкөніс базарынан дұрыс емес орын тапса да, қайта тамақтана алатын адам. Ол қалайша мұндай күйзеліске ұшырауы мүмкін? Оны сақтаңыз. Қағаз адам не істерін білмейді. Қазір бұл туралы алаңдамаудың не қажеті бар? Дәл қазір айтқанымдай, бастық Ли бәрін реттеп қойған. Мен мына қара қазанды қойып, ақшаңды арқама қойып, отбасыңа бердім. Сондай әдемі, оның ештеңесі жоқ. Бүгін алғыңыз келмейтін нәрсе ақшаның қызыл болуы, сондықтан оны ұстамаңыз. Бұрын балалар, сендерше, бүгіннен бастап мен сені кесіп тастаймын. Солай ма? Солай ма? Импульсивті болмаңыз. Мұндай кішкентай қуыршақпен жалғыз қайда баруға болады? Мен көшеде ұйықтасам да, бұл одан да жақсы. Махунми, егер сіз осы лас ақшаны жинасаңыз, ұсталғанша күтіңіз. Ой, Саулан. Менің 40 қабатымның 4 жағы. Ал, бастық, мұнда не істеп жатқаныңыз ғажап. Құпия рецепт бар ма? Ал, дәмді кеспе жасауға көп көңіл бөлінеді. Ең алдымен, беті осындай болуы керек, ал беріктігі біркелкі болуы керек. Иә, болды. Сіз тырысасыз. Екіншіден, бұл сорпаны жасау үшін ескі жылқы тұқымдасының ата-бабаларымыздың құпия сорпа рецептін пайдалану керек. Уақытты ескере отырып, 3 жылдан бері қызып келе жатқан
Чен Пингмоның бір бус бөлігін және жанды қайтаратын жабайы бұрыштың ерекше құпия хош иісін қосыңыз. Дәмі. Йо, бұл менің үйден қашып кеткен жеңгем емес пе? Мені ұстап алуды күтіп жүргенімді айт. Ол осы жағынан күніне $10 таба ала ма? Йо, менің бейшара балам. Қарашы, сен үйден қашып, анамның балаларының сенімен бірге азап шегуіне жол беруім керек. Сіз қандай шүберек киіп жүрсіз? Жыртылған болса да, мен оны өзім жасадым. Сіздің денеңіз қымбат, бірақ мұның бәрі жүрегіңіздегі қанның орнына. Менің ағамның істегені бұл міндетті нәрсе, тіпті егер сіз оған қарыздармын десеңіз де, бұл пайдасыз. Сонымен қатар, ағамның бостандығын бүкіл отбасының бақытына айырбастаңыз. Жоқ, сен жындысың ба? Сіз, мен дәлел табу үшін адвокатқа барамын. Мен жай ғана әділ келінмін. Егер мен саған жүзімді көрсетсем, мен сені тағы да келін деп атаймын. Мен саған энергияңды үнемдеуге кеңес беремін. Егер сен әділеттілікке қол жеткізе алмасаң, өзіңді құрбан етпе. Ол қалай? Сіз келініңізден бас тарттыңыз ба? Бастықпен алаңдамаңыз. Оның сынған бетіне келетін болсақ, ол қатты желге шыдай алмайды, және адвокат жалдаңыз деді. Менің ойымша, ол тіпті адвокат жалдай алмайды. Қалай болғанда да, мұны мен үшін қадағалаңыз, маған қиындық тудырмаңыз. Егер бірдеңе болса, маған тезірек айтыңыз. Босс Ли, менің ойымша, мен әлі де үйде болуым керек. Сол кезде айтылғандар бір ғана нәрсе болды. Нәтижесінде ағам өмір бойына бас бостандығынан айырылды. Жарайды ма? Мына ауызға қамқор бол. Енді мен сенің ақшаңды алдым. Аузымды құлыпта ұстауым керек. Керемет нәрсе. Күте тұрыңыз және көріңіз. Мен бірден сот шығындарын төлеуге жеткілікті ақша таптым. Менің ойымша, сіз екі хайуан қашанға дейін мақтана аласыз? Бұл екі мал мұнда не істеп жүр? Жан адамы оның соққысы болуға лайық, бірақ бұл қарапайым емес. На, келіп. Адвокат Ву, мен барлық ақшаны жинап қойғанмын. Күйеуімнің ісіне қашан шағымдана аламын? Миссис Ма, біз сіздің күйеуіңіздің ісін қайта қарадық. Алдыңғы төлем, әрине, жеткіліксіз, кем дегенде оны 2 есе арттырады. Не болды? Адвокат Ву, бағаны қалай уақытша көтеруге болады? Сіз тым сенімсізсіз, солай ма? Ханым, Ма, бұл нені білдіреді? Егер сіз сыртқа шығып, сұрасаңыз, мен байқаусызда және ең сенімдісімін. Сонымен қатар, сіздің ісіңізде жеңіске жету мүмкіндігі аз. Сіз бұған дейін Ван Цанды куәгер ретінде табыңыз деп айтқан жоқсыз ба? Сіз бізге хабарласа аласыз ба? Сіз бұл оғаш адамнан ақша алдыңыз. Солай емес пе? Неге түсінбейсің? Біз сияқты жалпақ бастары бар қарапайым адамдар, оның көзінше үй сияқты, оны басқан кезде өледі. Сонымен, үйге тезірек барып, адал және бейбіт өмір сүруге кеңес беру жақсы емес пе? Ли Сюланның бұл өмірде түсінбейтін соңғы нәрсесі адам өмірі. Сюлан, сенің шеберлігің керемет, жақын арада дүкен ашуың ғажап емес. Шынымды айтсам, мен сені қатты жақсы көремін. Бір адам дүкен ашып, мені ауыстыру үшін баланы алып кетеді. Найзағайдан түсіңіз, оған үйреніңіз. Бақытымызға орай, сауою ақылға қонымды және бұл туралы алаңдауға жол бермейді. Құдай-ау, сенің кәрі жылқыңа бұлай қиянат жасауға менің құқығым жоқ. Әйелі, сен маған көмектесіп, адвокатқа қамқор болуың керек. Мені жақтады.
Дұрыс айтасыз, жүкті емессіз. Ол шынымен де жақсы адам емес. Ол менің әйелімді шынымен жақтады. Адвокат Ву не деді? Менің дәлелдерім оны аударуға көмектесті ме? Ішімде бәрі жақсы. Мен оны саған үйде қалдырамын. Егер мен сенің қасыңда болмасам, анам мен Саою сені мазалайды. Әсіресе сен үлкен болсаң, Ченгуанға қамқор болуың керек. Сіз ұстап тұруыңыз керек және берілмеуіңіз керек. Мен Саоюды университетке заңгер ретінде қабылдауға және сіздің атыңызды тазартуға міндетті түрде рұқсат етемін. Қараңызшы, мен не салдым? Қарғыс атсын. Бұл бірінші сыйлық. Кескіндеме қаншалықты жақсы болса да, Саоюдың қандай пайдасы бар? Бүгіннен бастап, сіздің уақытыңыздың әрбір минуты оқуға жұмсалады. Мен сізге қазір емтихан тапсыруға тыйым саламын. Сіз тіпті сыныптың алғашқы ондығына кіре алмайсыз. Әкеңді сағындың ба? Егер сіз оны көргіңіз келсе, адвокатқа қабылданып, ол үшін ақша табу үшін көп оқуыңыз керек. Емтиханда бүкіл маусымда бірінші орынға ие болмас бұрын. Сіз оқудан басқа ештеңе білмейсіз. Сіз сияқты жалпақ басты қарапайым адам, оның көз алдында құмырсқа сияқты, және ол оған қадам басқанда өледі. Мен сондай ақ Саоюдың болашақта заңгер болып, келесі өмірін жоспарлайтынына сенгім келеді. Саою, кешіріңіз, анам сіздің сурет салғанды ұнататыныңызды біледі. Бірақ мен сізге көмектесе алмаймын. Ал әкем бізге көмектесе алмайды. Колледжге түсу емтиханына дейінгі соңғы сынақ емтиханы. Егер сіз төлеуге батыл болсаңыз, мен 1 ұпайды шегеремін. Тек 1 ұпай. Мен емтиханнан қосымша ұпай алу үшін күн сайын сағат 3-те тұрамын. Сіз маған осылай қайтарасыз. Бұл көйлегіңнің 50-ден асатыныңды білесің бе? Колледжге қалай барасың? Заңгер боласың. Әкеңе қалай ұпай жинайсың? Мен әр жолы бірінші болуға батылым бар. Ол мені сұрайды. Заңгер бол. Мен оны өзім есіме түсіре алмаймын. Мен сенің қызыңның құралымын. Аздаған жаңбыр, аздаған жаңбыр, аздаған жаңбыр, аздаған жаңбыр, аздаған жаңбыр. Жеңіл жаңбыр. Хи, сыныптасым, сен де мұны орта мектепте көргенді ұнатасың. Заңгер болуды армандайсың дейсің бе? 同学，你高中也喜欢看这种书？你的梦想也是当律师吗？ Жоқ. Саою, сен үйден қашып кеттің бе? 你是离家出走了吗？ Оның саған еш қатысы жоқ. Сырттағы анаң ба? 外面那个是你妈妈吗？ Бұл апай шынымен аянышты. Жаңбырдан аяғы жараланған сияқты. Оның үйге келуін күтіңіз. Сіз тропикалық ормандасыз ба? Хи, сыныптасым, сенің кітабың енді менікі емес. Сен маған аздап қызмет етесің.
Жаңа ғана қандай жаман жігіт айттың дедің. 受伤坏人。没事，我们走了。 Ей, сен естідің бе? Сюэба Масаою кеше түнде үйден қашып кетті. Бұл қыз осында келумен танымал емес пе? Бұл сынақ қағазының 1 ұпай шегерілгенін айтып, Сюлан оны қаны үшін ұрысты ма? Тек 1 ұпайды шегеріңіз. Сюланға соншалықты қатыгез болу керек пе? Барлығы тарады. Масаулу Цюли университетіне түсуге бел буады. Әй, жаман құмар ойындар көп жылдар бойы көрінбеді. Неге бұл соншалықты ізгілікті? Мен бақ, сен балық инелерін сатасың. Мен осылай киінемін. Саған қарағанда мүмкіндігім жоғары. Келіңіздер, бұл бүкіл ма отбасы. Сіздің жиеніңіз Масаою емтиханда бірінші болып келеді. Цинмидің жағдайы тұрақты. Сен апайсың, әлі де көшеде салбырап тұрсың. Ли Сюлай барлық кейіпкерлерді танымайды, сондықтан ол әдемі көшеттерді өсіре алады. Бұл Масаою әр уақытта сыныпта бірінші болып табылады, және сіз адамдарды бағаламайсыз. Ли Сюлан Масаоюды заңгер ретінде оқытып жатыр, тек бір күні ол істі күйеуіне тапсыру үшін. Босс Лин, неге тағы? Сіз мұны айтқан жоқсыз ба? Жарайды, маған хабарласпа. Ей, босс Лин, жарайды. Сені қалай оятуға батылым бар. Солай емес пе? Мына жынды әйел Ли Сюланға не болды? Сіз қалай ойлайсыз? Мен олардың аналарының бүгін таңертең айтқанын жеке естідім. Ли Сюланның кішкентай тұяғы мені Цинбидің заң бөліміне қабылдағалы жатыр. Бұл сөйлеуге ыңғайсыз. Заң бөлімін күтіңіз. Ол заңгер болғысы келеді, және 18 жылдан бері істерді тергеп келеді. Бұл жынды әйел өзіне сенімді емес, яғни қызының тергеу үшін адвокат болғанын қалайды. Адвокат сияқты адвокат. Мен оның қызына колледжге түсу емтиханын тапсыра алмауына жол бердім. Менде жақсы идея бар, бірақ мен оған қоңырау шалуым керек. Босс Пи, мен аздап қысылдым. Көрдіңіз бе? Бір күнде ақша туралы ойланып, іс біткен соң, мен сізге міндетті түрде жамандық жасамаймын. Босс Лин неге келмеді? Мастер Лин Хау, бүгінгі колледжге түсу емтиханы. Шебер жас шеберді жеке өзі жіберді. Кездейсоқ. Бұл Масаою үшін емтихан бөлмесіне барудың жалғыз жолы. Кейінірек көрдім. Бұл депозит, және мәселе 2 еселенеді. Стюарт Фанк, уайымдама, менің жиенім міндетті түрде заңгер болғысы келетініне және келесі өмірін жоспарлайтынына уәде беремін. Саою, жеке куәлік, дәл осы 2 қарындаш, өшіргіш. Бұлар сенімен бірге келе ме? Мұның бәрі бар ма? Сіз кеше түнде 3 рет тексердіңіз, анам сізді емтихан бөлмесіне апарады. Бұл емтихан бөлмесінсіз бірнеше қадам ғана. Мен әрқашан жүрегімнің соғып тұрғанын сеземін. Анашым, бұл менің колледжге түсу емтиханым. Неге менен гөрі қобалжыдың? Қызыңыздың күшіне алаңдамаңыз. Саою, анам сенімен әрқашан тым қатал болғанын біледі. Бірақ анам шынымен де сенің игілігің үшін. Анашым, сіз көп сөйлемейтініңізді білемін. Мен міндетті түрде колледжге түсіп, заңгер боламын. Мен үшін уайымдаудың қажеті жоқ. Саою, жүр, университетке түсіп, заңгер бол. Сонда өзің таңдай аласың. Ей, жарайды. Емтиханнан кейін қайтып келгенше күте тұр. Ақпан айының соңы жақындап қалды. Мен шынымен кетуім керек. Әйтпесе кешігіп қаламын. Жарайды. Саою, жүр. Мен де сенің әжеңнен ауруханаға барып тексерілуін сұраймын. Жарайды. Онда мен кетемін. Мама, Саою емтиханға кетті. Мен қазір сені ауруханаға апару үшін келдім. Бүгін соңғы сәт. Бұл да менің ең мықтымым. Алдыңғылардың барлығы емтихан тапсырды. Бүгінде мұны оңай шешу керек. Мисма, жүр. Менің Чунцин кубогым. Саою, әжеңді алып кетуге рұқсат ет. Әжең алдымен ауруханада жеңілдеп қалды. Расында ма?
Мен ауруханада жатырмын. Бұл кеше болды. Ол маған денсаулығы нашар екенін айтып, қайтып келді. Мен көп ұзамай кетемін. Осындай әжең оны көруге де бармайды. Бұл баланың қай ата-анасы перзенттік тақуалықты бірінші атағанын білмеймін. О, бұл тағы не? Сіздің анаңыз да есікті жабуға дайындалып жатыр. Асығыңыз. Әйтпесе сіз әжеңіздің соншалықты маңызды екенін көрмейсіз. Неге сонша таңғалдыңыз? Бар, әжең апаңды құтқару үшін іште. Неге анам әлі келмеді? Мен оған қоңырау шаламын. Ұрыспаңыз. Сіздің анаңыз оны жолда қууды тоқтатуы керек. Жолда телефонға жауап беру қауіпсіз емес. Анашым, Саою, мен колледжге түсу емтиханына барамын. Мұнда не істеп жүрсің? Әжеге бірдеңе болды ма? Мен ойладым. Ол саған не айтты? Сенің ойың ол үшін. Не хабар? Саою, әже әлі сол жерде. Менің өмірім мен өлімім белгісіз. Сіз өзіңіздің кім екеніңізді білесіз. Ақша үшін. Бүгін әже деп айтпаңыз. Менікі болса да, ол мұнда болмау керек. Саою, қарашы, көршілер сен өле алмайсың дейді. Сен жындысың. Мен сенсіз адам емеспін. Әже ауырып жатыр. Саған өтірік айтсам, бұл менің тәтем. Бұл екі өтіп бара жатқан адам дәл қазір осында келді. Солай ма? Ей, Саою, сен бүгін колледжге түсу емтиханында емессің бе? Неге ауруханада жатырсың? Бұл ыңғайсыз ба? Неге мұндасың? Әже, бәрі жақсы болады. Не болып жатыр? Кешіккенім жақсы. Кеш болды. Хунми, сен мені басқа қаладан қайтып келгенде ғана қаламадың ба? Мен ажырасқанмын, көріскенше. Боқ, мен жындымын. Мен сізге оны түсіндірудің қажеті жоқ. Сіз заңгер болуды ойлап жүрсіз. Мен ағамды өзіме тапсырғым келеді. Солай ма? Иә, мен жай ғана Сауидің абыроймен бас тартып, аңдарға жол бергенін қалаймын. Ли Сюлан, сен сенің күйеуің болғанымды қаламайсың. Ағаңды сатып, жиеніне келгің келмейді. Ар ұжданыңды жейді. Құдай өзің үшін емес, аспан жойылды. Мен солай істеймін. Мұның бәрі менің кінәм, бәрі менікі. Жарайды, анашым, балалар, кешіріңіз. Сауву екеуіне бір ескі үйді бұзу қашан болды? Анашым, мен сіздің қызыңызмын. Қызыңа ақша бере алмайсың. Мен ауырып, орнымнан тұра алмаған кезде, сен маған тост айтасың ба? Чен Гуанның әділетсіздігі түрмеге жабылды. Сіз қара жүректі ақша туралы қайда айтып отырсыз? Қазір Саою колледжге түсу емтиханына бара жатыр. Мен оның ақшасын құртқым келеді. Сіз. Мен қыз тәрбиелеп отырған жоқпын. Бұл менмін. Бүгіннен бастап, менің сенің қызың жоқ. Бұдан былай, сен өмір сүрсең де, өлсең де, оның маған еш қатысы жоқ. Бар, мен оның дұрыс емес екенін білемін. Мен оның дұрыс емес екенін білемін. Бәрі сенікі. Егер Саою бүгін колледжге түсу емтиханында қандай да бір қателіктер жіберсе, мен өз өмірім үшін күресіп, сенімен бірге кетемін. Сауви. Анашым, анашым.
Саоюйдың бағалары әрқашан біздің сыныпта бірінші болды. Бір өкініштісі, емтихан бөлмесіне кірер алдында колледжге түсу емтиханының соңғы пәніне 10 минут кешігіп қалдым. 10 минутқа кешікті. Қарапайым студенттер Саоюйдың Цинбе университетін тікелей қиратты ма деп айту қиын болар еді. Мыңдаған пышақтарды өлтірген Ма Хунми Саою әлі жас және тым қарапайым болғандықтан оған алданып қалды. Директор, мұғалім, анам, содан кейін мен тексердім. Тексеріп көрейік, тексеріп көрейік. Неліктен ұпай жоқ? Жарайды, келесі жылы ең бастысы осында. Бұл керемет. Құттықтаймыз, Саою. Сіз университетке өз қалауыңыз бойынша қабылдандыңыз, ал сіздің адвокатыңыздың куәлігі бұл алға жасалған қадам. Томпақ, Австралия университеттері өздеріне жақсы күтім жасау керек. Әкем сізге картаға 20 миллион доллар берді. Қажет нәрсені жұмсаңыз және қажет емес нәрсені жұмсаңыз. Біз өз күшімізбен байланыстарымызды дамытып құруымыз керек. Бұл сіз әрқашан қалаған спорттық көлік және Мантисикпиннің ең жақсы пәтерлі жатақханасы. Ол кез келген уақытта жүруге дағдыланбаған және сіздің мектебіңізден небәрі 10 минуттық жерде. Әкеме рахмет, көп оқы. Сонда сен мектепті бітіргеннен кейін Рождествоны тойлай аласың. Әке, уайымдамаңыз. Лин мырза, уайымдамаңыз. Мен міндетті түрде жас шеберге қамқор боламын. Сао Чжоу, мен мына жаман жігітке, мына Рамзаға сене аламын. Енді бұл Чан Цзэ мен әкем. Бұл жай күлкілі. Сіздің ұлыңыз сіздің қолыңыздың қаншалықты лас екенін біліп, оны өз қолымен көміп тастады ма? Ол сені ұлыңның қолынан бір-бірлеп пышақтап тастаған болуы мүмкін бе? Кешіріңіз. Бұл сіз. Біз бір-бірімізді танимыз ба? Чендун, кітап дүкеніндегі бітіру жылы есіңізде жоқ па? Анаңыз сізді барлық жерден асығыс іздеді. Бұл сенің қызық балаң болып шықты. Мен сенімен осында кездесемін деп ойламаппын. Өткен жолы мен саған аздап дөрекілік таныттым. Әлі жоқ. Көмегіңіз үшін рахмет. Саған сүтті шай сатып алсам бола ма? Енді, жарайды. Бұл сыныптас бірге болғысы келе ме? Қолымнан келмейді. Әлі бірдеңе істеуім керек. Мен бірінші барамын. Онда кеттік. Саою соңғы кездері не істеп жүр? Анашым, мен осы демалыс күндері сыныптастарыммен мектепте қыдырып жүрмін бе? Колледжге барғанда неге демалдыңыз? Егер сіз демалыс күндері оқу үшін оқу бөлмесіне бармасаңыз, онда сіз немен айналысасыз? Саою, сен ер сыныптастарыңмен біргесің бе? Сен ғашықсың ба? Саою, қазір сен үшін ең маңыздысы не? Мен кеткенімді білемін. Саоюге не болды? Анаң сен туралы тағы айтты. Ол менің ғашық болуым оқуыма әсер етеді деп ойлайды. Жарайды. Мен сені бұдан бұлай күн сайын кітапханаға басамын. Бірге қарап, емтихандарды бірге тапсырып, заңгер куәлігін бірге алайық. Жарайды. Ли Хау, сіздің отбасыңызда заңға қатысты кітаптар көп пе? Мен мұның бәрін ескі үйге қойдым ба? Уақытым болса, үйіңе кітап оқуға бара аламын ба? Әрине. Жарайды, бірдеңе болды. Бұл қаншықтың қызы сенің көлігің жоқ екенін мойындады. Сен мен бұл жерден кетемін дедің.
Балалар, сендер кімсіңдер? Не болды? Хуайрен сізді 20 жылдан астам уақыт көрмеді, және оның көздері өте қолайлы. Мен сізді жануар ретінде тани аламын. Қызыңды менен аулақ ұста. Саою ұлыңмен неден қорқады? Сіз оған менің ұлыма жақындауға рұқсат бергеніңіз анық. Сіз фарт. Егер мен Саудың сенің ұлыңмен бірге екенін білсем, мен өлсем де келіспес едім. Енді білесің бе, егер сен оның 3 күннен кейін бұл жерден кетуіне жол бермесең, мен сені неге сындыруым керек? Содан кейін, сіз қызыңыздың тағдыры қиын ба, әлде менің әдістерім қиын ба деп күтесіз? Жас ұстаз, сіз қайтып келдіңіз. Мен алдымен кітапты тауып аламын. Оны өзіңіз айналдыра аласыз. Айтпақшы, 2-ші қабаттың соңындағы оқу бөлмесі әкемнің тыйым салынған жері. Ішке кірмеңіз. Мен білемін. Лин Хуайреннің тыйым салынған аймағы. Мұнда кейбір дәлелдер жасырылған болуы керек. Анықталғандай, Ван Цаншу сотта куәлік бермеген, бірақ оны Лин Хуайрен, тіпті оның тәтесі де вегетативті етіп жасаған. Сіз мұны алдымен жасайсыз. Қоймада әлі де 10-нан астам қорап бар. Олардың барлығын әкем сол кезде маған сатып алған. Солай ма? Мен сені шынымен қызғанамын. Сізді алғаш көргенім есімде.
Сіз адвокат болу сіздің арманыңыз емес деп айттыңыз, бірақ сіз адвокат болуды армандайтын адамнан гөрі байсалдысыз. Кейбір нәрселер арманнан гөрі маңызды. Мынау не? Бұл арманнан маңыздырақ болуы мүмкін бе? Шындық па? Әкем үшін мен түрмеден абыроймен шықтым. Әкең, ол өлді. Менің әкем құрылыс алаңына жауапты адам. Мен дүниеге келген жылы Шығыс қала маңындағы құрылыс алаңында апаттан 3 жұмысшы қаза тапты. Қылмыстан құтылу үшін бастық барлық кінәні әкеме жүктеді. Ол түрмеге әділетсіз барды. Анам көп жұмыс істеді. Өзінің кеспе дүкенін ашты және мені тәрбиеледі. Бірақ бастық жазасыз қалды және жан тыныштығымен гүлденген өмір сүрді. Неге? Саою, білмеймін. Кешіріңіз, егер сізге көмек керек болса, мен әкемді таба аламын. Оның үйіншіде кең желісі бар, және оның міндетті түрде жолы болады. Мама, Саою дереу үйіне қайтады. Не хабар? Бұл шұғыл. Не болды? Анам үйде шұғыл бірдеңе бар екенін айтты. Сондықтан тез қайтуға рұқсат етіңіз. Мен жіберемін. Дюран сені іздеп жүр. Мен енді колледжге бара алмаймын. Сіз 1 жылдан астам жаңадан келдіңіз бе? Бұл ақшаның тым көп болуы емес. Қыздың колледжге барғанда фигурасы жоқ. Тіпті үйге асығу үшін телефон соқпайды. Саою, бірақ әйгілі университеттердің үздік студенттері оқумен айналысуы керек. Колледжге барғаннан кейін олардың саны қанша болады? Бұл қарым қатынас па? Білмеймін. Саою әлі ғашық бола алмайды. Саою 18-де ғашық болу қалыпты жағдай емес пе? Сонымен қатар, егер бала сөйлескісі келсе, Саоюды тоқтата алсаңыз, басқаша болады. Оның қазір бар болғаны оқуы керек. Анашым, не болды? Сені мұнда кім жіберді? О, мен, сыныптасым. Бұл сыныптас па, әлде жігіт пе? Колледжге түсу үшін көп жұмыс істеуге батылдық таныту, ғашық болу емес. Тәтем әкемдікі. Саою, бұл мәселенің оған еш қатысы жоқ. Неге маған шабуыл жасайсың? Қызымды тәрбиелегенім үшін мені кінәлама. Сен осында тұрып, сыртқа шығасың. Мен Лин Хаомын. Сен бірінші шық. Ештеңе жоқ. Бұл жігіт өте ойлы. Неліктен Сыйлан тұтқындарды былай қойғанда, соншалықты қыңыр және ережелерді қатаң сақтайды. Саою, әлгі қыз ертеме, кеш пе есінен танып қалады да, онымен бірден ажырасып кетеді. Неге? Маған себеп беріңізші. Сен әлі мектепте оқисың, ғашық болу мені алаңдатады. Ғашық болу менің оқуыма әсер етпейді. Егер мен жоқ десем, мен мұны істей алмаймын. Мен шынымен тойдым. Мен сіздің өтінішіңіз бойынша заң факультетін оқып үлгердім. Мен де мұны өз игілігің үшін істеймін. Неге сонша надансың? Барлығы менің игілігім үшін. Картиналарды іліп қоюға рұқсат етпеңіз. Өз хоббиіммен айналысуға рұқсат бермеңіз. Мені колледжге түсуге және сіздің ойыңша заңгер болуға мәжбүрлемеңіз. Қазір тіпті әйелім де бұған қарсы. Мен де өз өміріммен өмір сүргім келеді және өзім қалаған нәрсені істегім келеді. Анашым, өтінемін. Бұл жолы анаңызды тыңдаңыз. Жарайма, мен енді сені тыңдамаймын. Бұдан былай менің істерім туралы алаңдамаудың қажеті жоқ. Бүгіннен бастап біз енді сіз емеспіз.
Барайық. Саою қайтып келді. Анашым, кешіріңіз, ажырасқандар тым қауіпті. Мен сені ренжіткім келмейді. Әке. Әке. Кішкентай. Сіз терген пайдаланушы уақытша қолжетімсіз. Сәлеметсіз бе? Сіз терген пайдаланушы уақытша қолжетімсіз. Әрине, мәселе бар. Қоңырау шалғаннан кейін оны дереу үйіне жіберіңіз. Иә. Мен кеткім келеді. Түсінесің бе? Бастық соңынан ереме? Саоюй, бастық балық жегелі жатыр. Жас қожайын, бастық асығып тұр. Үйге жіберші. 少爷，老板有急事，让您回家一趟。 Оған не болды? Ол аздап ыңғайсыз. 不舒服。 Жарайды, мен бірден қайтамын. Ол аздап ыңғайсызданып қалды ма деп қорқамын. Мен алдымен қайтуым керек. Міне, мен осындамын. Бұл мектепке өте жақын. Сондықтан қайтуға асығыңыз. Жарайды ма? Сәлеметсіз бе? Бұл Масаойдың отбасы ма? Иә, мен оның анасымын. Не хабар? Сіздің қызыңыз жол апатына ұшырап, қазір жедел жәрдем бөлмесінде құтқарылуда. Дәрігер, қызым қалай? Науқас миының қатты зақымдануынан және жұлынның ауыр жарақатынан зардап шекті. Сіз оянсаңыз да, қайтадан қарапайым адам сияқты өмір сүру қиын болады деп қорқамын. Жоқ, сен маған айтасың. Мен сенен өтінемін. Сен одан көмек сұрайсың. Сен одан көмек сұрадың ба? Жеңіл жаңбыр. Бұл да өз игілігіңіз үшін. Неге сонша надансың? Барлығы менің игілігім үшін. Маған сурет салуға рұқсат етпеңіз. Өз хоббиіммен айналысуға рұқсат бермеңіз. Мені университетке түсуге және сіздің ойыңша заңгер болуға мәжбүрлемеңіз. Қазір мен тіпті ерекше қарсымын. Мен де өз өмірімнен өмір сүргім келеді. Сонымен қатар өзім қалаған нәрсені істегім келеді. Бұдан былай менің істерім туралы алаңдамаудың қажеті жоқ. Бүгіннен бастап біз ана мен қыз емеспіз. Сөйлеуді тоқтат. Сіз қазір емтиханда сыныптың алғашқы ондығына кіре алмайсыз. Әкеңді сағындың ба? Егер сіз оны көргіңіз келсе, көп оқуыңыз керек. Колледж заңгері оны құтқару жоспарын ұсынды. Мұның бәрі менің кінәм. Бұл менің кінәм. Саою, сен ояндың. Саою, саған не болды?
Дәрігер, алдымен тіркемені жүйелі түрде емдейік. 先进行一个系统的复健治疗吧。 Мен көптеген науқастарды тексердім. Олар әлі де тұра берсе, тұруға әлі де үміт бар. Сізге хабарлау керек, тағы бір жағдай бар. Науқастың басы қатты соққыға жығылып, оянып, ұмытып кетуге мәжбүр болды. Қарапайым тілмен айтқанда, амнезия. Оның қазіргі жады шамамен 10 жаста, және ол қалпына келген болуы мүмкін. 那他还有可能恢复吗？ Мұны айту қиын. Ей, қалайсың? Сіз тосын сыйға қанағаттанасыз ба? Лин Хуанхуа, саған берген тосын сыйыңа қалай көңілің толды? 怎么样，送你的惊喜还满意吗？ Лин Хуахуа сенсің, бірақ мен саған ескерттім. Қызың батыл. 你女儿倒是有胆。 Балам, екеуің менің үйіме заттарды аудару үшін кіресіңдер. Сауюға бұл жолы аман қалу бақыты бұйырды ма? Білмеймін, бірақ келесі жолы емес. Саую ата-анасы үшін нөлге жақын болғандықтан, мен енді саудан айырыла алмаймын. Мен аздап жаңбыр жаудырғым келеді. Менің тәтем, Сауюн, енді келме, кеттік. Апай, мен оны көрейін. Тым болмаса ол туралы хабарла. 赶紧走吧。阿姨，你就让我看看他吧，至少让我知道他的情况。 Сіз Лин Янның ұлы болсаңыз, мен ешқашан Сауюға жақындағым келмейді. 就永远别想靠近小雨。 Алдымен оны сауықтыру үшін үйіне апару ұсынылады. Таныс орта оның есте сақтау қабілетін қалпына келтіруге көмектеседі. Саую бүгін не жегісі келеді? Анам сізге сүйікті 40 қабат ұсақталған шошқа кеспесін жасайды. Жарай ма? Анам қазір жасайды. Неге мұндасың? Бірнеше күннен бері дүкен ашқаныңызды көрмедіңіз бе? Сізге бірдеңе болды ма деп болжайық. Сондықтан келіңіз және сізге арналған тағамдарды көріңіз. Сонда жаңа піскен теңіз өнімдерінің чемпиондары бар ма? Рахмет. Алдымен отырайық. Мен бұл күндері бірде бір әйелді көрмедім. Сондықтан сен не істейсің? Сізді сәнді болу үшін қалаға апарған сіздің чемпион қызыңыз емес пе? Сюлан, сенің отбасыңнан біреу бар ма? Жоқ, жоқ. 没呀。 别！ Бұл Саую Хуан Шеннің ұлына қызмет етіп жатқанын жиі көретін. Мен сондай ақ мұндай өмір сүру барлық адамдар үшін азаптау екенін айттым. Сондықтан оны ұмытқан дұрыс. Бірақ сол күні Саую мені операция бөлмесінде құтқарып, қызыл шамға қарады. Менің жүрегімде бір ғана ой болды. Ол тірі. Аспан қандай болса да, ол тірі. Сондықтан қазір жақсы бала емес. Бұл ең үлкен бата. Мен ешқашан бас тартпаймын. Сондықтан ол міндетті түрде орнынан тұрып, жүре алады және қайтадан жүгіре алады. Ол қазір 10 жаста, ал келесі жылы 11 жасқа толады. Сондықтан мен оны қайтадан тәрбиелеуім керек. Сіз тіпті Цинбей чемпионын да үйрете алатын адамсыз. Және сіз мұны міндетті түрде жасай аласыз. Яғни Саую өз денсаулығын қалпына келтіре алады.
Сао Юан, бұл сенің бастауыш сыныпта оқып жүргенде киген юбкаң. Есіңде ме? Мен сізді залда бақылап отырдым, және өзімді мақтан тұттым. Бұл сіздің марапаттарыңыз. Жоқ, 3 Сюишан бастауыш мектебі 6 жыл бойы. Мен оны жыл сайын аламын. Анашым, есіңізде болсын, сіз кішкентай кезіңізде сурет салғанды жақсы көретінсіз. Саою, сурет салғың келе ме? Неге? Неге боямасқа? Анам менің сурет салғанымды ұнатпайды. Сондықтан мен әкемді жай ғана бояй алмаймын. Саою, кешіріңіз, анам қателесті. Сіз сурет сала аласыз. Болашақта қалағаныңды бояй аласың. Мен сені енді тоқтатпаймын. Шынында да, шынымен де. Апа, сен неге кетіп бара жатырсың? Сіз маған көмектеспейсіз бе? Бүгін өзіңіз тамақтаныңыз. Анашым, маған көмектесіңізші. Қайталап көріңіз. Бәрі жақсы. Жарайды, кешкі асқа барайын ба? Саою мұны есіне алды ма? Бастық, 20 минут болды. Қолымды ауыртқаным үшін кешіріңіз. Менің қолымда қандай ұн жасырылған?
Бастық үш тостаған ашытылған 40 қабат алғысы келеді. Сиыр кеспесі жақын арада дайын болады. Сіз бірінші отырасыз. Әпке, неге бұлай істеп жатырсыз? Менің аяғым әзірше жүре алмайтындықтан, ағайын, менің әпкем өте аянышты деп ойлаймын, және ол біз сияқты скутерде ойнау үшін еңіске бара алмайды. Балалар, мен сендермен ойнауға бара аламын ба? Саою, 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 сен дәл қазір мүгедектер арбасында отырған қызды көрдің бе? Жоқ, жоқ. Саою, мені күт, мені күт. Апа, Саою, сенімен бәрі жақсы ма? Менде бәрі жақсы, бақытымызға орай, бұл ағам мені ұстап тұрды. Неге мұндасың? Мен кездейсоқ өтіп бара жатып, Саоюды дерлік көргенде құлап қалдым. Қазір рахмет, бірақ Саою апайға қайта келме. 阿姨， Неге? Өтінемін, жарай ма? Саою, еңісте интернетті шарлаудың қаншалықты қауіпті екенін білесің бе? Егер дәл қазір біреу сізге құлап кетуге көмектессе, мен не істеуім керек? Анашым, кешіріңіз. Мен болашақта абай боламын, бірақ сіз ол ағаны қорқыттыңыз. Ол мейірімді екені анық. Саою анасына уәде берді. Сен мен үшін одан аулақ бола аласың. Неге? Менің ойымша, ол өте жақсы. Қалай болғанда да, сіз оны енді көре алмайсыз. Әйтпесе қиындыққа тап боласыз. Анам сенің бұдан былай апатқа ұшырағаныңды қаламайды. Анама уәде бер, жарай ма? Жарайды. Анама уәде бер, жарай ма? Жақсы, мама, мен ақымақпын ба? Олар менен неше жаста екенімді сұрады. Мен небәрі 10 жаста екенімді айттым. Олар маған күліп, менің ақымақ екенімді айтты. Саою өте ақылды. Ол қалай ақымақ бола алады? Есіңізде болсын. Сіз 10 жаста емессіз. Сіз қазір 18 жастасыз. Саою жаңа ғана ауырып, есейгенін уақытша ұмытып кетті. Бірақ қазір ештеңе есімде жоқ. Сіз уақыт машинасын білесіз бе? Шындығында әрқайсымыз уақыт машинасын алғымыз келеді. Осылайша біз өкінетін көптеген нәрселерді өзгерте аламыз. Сіз қазір уақыт машинасындасыз. Бала кезіңізде бәрі қайтадан басталуы мүмкін. Анам да өткенге оралғысы келе ме? Әрине. Егер сіз шынымен өткенге орала алсаңыз, мен Саою бақытты және бай бола алады деп үміттенемін. Бүгін Саоюды көруге рұқсат етіңіз. Әлгі жемқор шенеунік және жоғалған ысырапшыл, мүмкін біраз уақыттан кейін оны жіберіңіз. 随他去吧。 Ли Сюланның ең соңғы айтқаны, оның соңғы кездері қызына қамқорлық жасаудан басқа ештеңесі жоқ. Содан кейін бұл әйел ақыры барлық күш-жігерін қызына жұмсағандай шешті. Ол маған қарап тұра берді. Оған сенбеді және соншалықты сабырлы болды. 店他能那么安分？ Иә, 是。 бастық қашан кездеседі? Ұзақ күткеннен кейін біз бірден боламыз.
Апай, мен сыртта жүрмін. Анашым, сіз бірінші барасыз. Апай, қолдарыңыз қызарып кетті. Сондықтан жаңа дәрі қабылдауға тура келеді. Рахмет, апай бүгін. Мен сұрай аламын ба? Мен саған онша ұнамаймын. Солай ма? Менің әкем саған не істеді? Сіз Глин Хуахуаның ұлы болсаңыз, ешқашан Саоюға жақындағыңыз келмейді. Неліктен мен Саоюға заң факультетін оқуға рұқсат бергім келетінін білесіз бе? Саою әкесі үшін әділеттілікке қол жеткізгісі келетінін айтты. Бастық Саою менің әкем деп айтқан болуы мүмкін бе? Мен өткен туралы көбірек айтқым келмейді. Тек оның әкесінің мүддесі үшін істі қозғағым келеді. Жүрегімдегі өшпенділік үшін мен оның арманын бұзып, оны заңгер мамандығына оқуға мәжбүрледім. Оны бірте-бірте осылай болуға мәжбүрлеген мен болдым. Сондықтан оның сенің фамилияңмен ешқандай байланысы жоқ. Енді Лин, егер сіз оған шын жүректен болсаңыз, қайта келмеңіз. Кеттік. Әке, 18 жыл бұрын Дунса құрылыс алаңы туралы айттыңыз ба? 18年前的东郊工地。 Солай ма? Бұл туралы сізге кім айтты? Сондықтан, бұл шын мәнінде сіздің өткеніңіз туралы, менің қанша өмір сүретінім туралы алаңдамаңыз. Сіз мен қызмет ететін адамдардан мұны сіз үшін көптеген жылдар бойы жасауын сұрадыңыз, және сіз өзіңізді кінәлі сезінбейсіз. Неге? Сіз әлі де Лао Цзыны түрмеге жібергіңіз келе ме? Ли Сюланның анасы саған айтты ма? Мұның екеуіне еш қатысы жоқ. Тыңдаушылар сіздің жауапкершілігіңізде емес, олар сіздікі. Заң факультетін бітіру маңызды емес адамдар үшін уақытша уақытты босқа өткізеді. Мен мұнда не үшін келдім? Саою, доктор, Ли Сюлан, мен не істей аламын? 李秀兰， Мен үйге барып, қызыма қарауым керек. Қазір сіздің жағдайыңыз қаншалықты ауыр екенін білесіз бе? Неге бұрын ауруханаға келмедің? Кейде менің ішім аздап ауырады. Тек дәрі ішіңіз. Ауруханаға келудің қажеті жоқ. Бұл жағдай әлі қажет емес. Оны бірге талқылау үшін отбасы мүшелеріне хабарлау ұсынылады. Отбасы мүшесі жоқ, бәрі жақсы. Дәрігер, маған не бар екенін айт. Сіздің емтихан туралы есебіңіз шықты. Сізге асқазанның асқынған қатерлі ісігі диагнозы қойылды. Емтихан туралы есеп шықты. Сізге асқазанның асқынған қатерлі ісігі. Асқазанның асқынған қатерлі ісігі диагнозы қойылды. Сіз бұл есепте қателесесіз бе? Кейде менің ішім аздап ауырады. Шынымен де аздап ауырады. Сіздің ауруыңызды бұдан бұлай кейінге қалдыру мүмкін емес. Егер сіз оны енді емдемесеңіз, ол 2 айға созылмауы мүмкін. Дәрігер әлі өле алмайды. Өйткені сен әлі ауырып тұрсың. Мен оған қарауым керек. 生病，我要照顾他。 Өтінемін, маған көмектесіңіз. Маған көмектесіңіз. Егер сіз жүйелі ем ала алсаңыз, өміріңізді ұзартуға әлі де мүмкіндік бар. Оны қанша уақытқа ұзартуға болады? Бұл әр адамға әр түрлі болады. Егер белсенді емделсе, оны 1 жылдан 2 жылға дейін ұзартуға болады. Бірақ бұл сіздің толық ынтымақтастығыңызды, жақсы қарым-қатынасыңызды және тиісті қаржылық қолдауды қажет етеді. Өлме, анаң,
мені жалғыз қалдырма. Мен қорқамын. Анашым, мені күтіңіз. Саою құлап қалды. Неге оның жалғыз тұруына жол бермейсің? Сіздің жүрегіңіз тым қатал, солай ма? Сіз оны қозғалғыштығы төмен адам ретінде қалай тұруға мәжбүрлейсіз? Банк картасының паролі. Егер электр энергиясы қажет болса. Анашым, көрдіңіз бе, мен өз киімімді өзім бүкте аламын. Болашақта мойынсұнғыш боламын. Енді бұл туралы уайымдауыңызға жол бермеймін. Бұл анамның сізге салған ақшасы, ал парол қағазға жазылған. Бұл тек сіздің жеке пайдалануыңыз үшін сақталуы мүмкін. Біреу сенен ақша сұраса, не айтасың? Бұл менің анамның маған қалдырған ақшасы деп айтар едім. Мен оны басқаларға кездейсоқ бере алмаймын. Иә, болды. Ал сіз бұған иә дедіңіз. Онда болашақта қажет болатын бірнеше маңызды құжаттар бар. Анамнан бірдеңе жасырып жүрсің бе? Мен сенен нені жасыра аламын? Сонымен, соңғы кездері сізге не болды? Жоқ, анашым, мен жақында біраз шаршадым. Тек үзіліс жасаңыз. Жарайды, уайымдама, кеспе жасағаныңды қалаймын. Кеспені дұрыс дайындаңыз. Мен оны үйренген кезде сізге кеспе төсенішін беремін. Болашақта сіз өзіңізге сенімді бола аласыз. Ең болмағанда аш болмайсыз. Кеспе илеу кезінде біркелкі күш қолданыңыз. Көрдіңіз бе? Осылай. Ұсақталған етті қуырған кезде, ұсақталған ет тегіс және жұмсақ болу үшін қатты отта тез қуырыңыз. Дәмі. Дәмді, жай ғана дәмді. Сіз оны үйренгеннен кейін өзіңіз жасай аласыз. Жарайды, мен көп оқимын. Болашақта саған дайындап беремін. Жарайды, мама, күт. Мырза, Лин, бұл жаңалық өте сенімді, бірақ ол әлі жарияланған жоқ. Бұл жердің бағалау үшін үлкен әлеуеті бар. Егер сіз алдын ала жеңіске жете алсаңыз, онда сіз тұрақты пайда табасыз. Жарайды, маған оны қадағалап отыруға көмектесіңіз. Әрқашан сенімді болыңыз. Бастық. Бір тостаған аш туған, 40 қабат ұсақталған шошқа кеспесін ішіңіз. Мұнда не істеп жүрсің? Жарайды, мен дәретханаға келе алмаймын. Сен маған не істеп жатырсың? Қорықпа, Саою, әлгі қоқыс қыз. Мен не істей аламын? Бұл ескі қала өзгертіліп, жаңартылады. Ал мен ше? Әзірлеушінің иесі ретінде, әрине, мен барлығына жалақы туралы алаңдаушылықпен алдын ала көмектескім келеді. Жаңарту. Бұл өтемақы туралы келісімге қол қою
және дереу кету үшін жасалады және 100 000 юан дереу төленеді. Егер сіз осылай десеңіз, 100 адамға арналған дүкен бұл менің 20 жылдық қажырлы еңбегім. Сондықтан сіз бізді жіберу үшін 100 000 адамды пайдалана аласыз. Сіздің анаңыз өмір бойы өмір сүрмейінше 100 000-ға қанағаттанбаңыз, адамдарды алдамаңыз. Енді мен сізге тез қол қоюға кеңес беремін. Тіпті соңында 100 000 юан болмаңыз. Жоқ десемше, 说不签呢。 Бұл туралы ойлануға 3 күн беріңіз. өзгерту. Осындай аз ақшаға мен адамдарды жібергім келеді. Бұзақы. Бұл ескі қала сәл ескі болса да, бірақ орналасқан жері жақсы болса да, бұл бағадан аспайды. Ол адамдарды ең аз ақшаға жібергісі келді, және ол көп ақша тапты. Дәл осы Сюлан, бұл жер сенің қажырлы еңбегің. Саою ауырып қалды. Сен отбасыңды босаттың. Егер сіз оған шынымен қол қойсаңыз, болашақта не істейсіз? Мен ақша үшін емеспін. Мына кеспе дүкенін Саууге қалдыруым керек. Мен де бармаймын. Біз онымен соңына дейін күресу үшін бірігуіміз керек. Иә, оның табысқа жетуіне жол беруге болмайды. Жаман жігіт Лин ақылға қонымсыз болғандықтан, онымен соңына дейін күресейік. Ақылға қонымды және ақылға қонымды өтемақы дауласудан бас тартыңыз. О, сен бүлік шығарғың келе ме? Біз тек ақылға қонымды өтемақы алғымыз келеді. Сізге 100 акр жерді бұзу ақылға қонымды емес пе? Айналадағы үйлердің нарықтық бағасы 10 000 юаннан асады. Сонымен қатар дүкендеріміздің жабылу құны, қоныс аударудың жоғалуы және т.б. 100 000 жетпейді. Мен сізге оған тез қол қоюға кеңес беремін. Әйтпесе артқы орындығымызда 100 000 адам болмаса да, бізді алдауға болмайды. Біздің көршілеріміз келуге батылымыз бар жоғын білу үшін біріккен және бізде парасаттылық туралы 3 көзқарас бар. Балалар, тост айтпа, тамақ ішпе. Сен барасың, сен жындысың, олар мені іздемейді. Мен жындымын. Сіз күтесіз, сіз жындыны күтесіз. Ол пакетті алды. Бұл сен. Сен не істеп жатырсың? Әке, мен ескі қалада жағдай жақсы емес деп естідім. Себебі олар ненің жақсы, ненің жаман екенін білмейді, және оларға 100 000 доллар беру жеткіліксіз. Әке, бұл адамдардың қалайтыны өмір сүруге болатын өтемақы. Біз көптеген жылдар бойы уақытша сонша ақша таптық. Неге осы ақшаның арқасында күн көруіміз керек? Менің неден бастағанымды білесің бе? Оны кейінге қалдыру керек. Жоқ, ар ұждан. Қазір заман өзгерді деп қорқып. Неге заман өзгермеске? Бұл мәселе үлкен шу шығарды және біздің топқа тым көп әсер етті. Ұрысқанда қасыңа кел. Сізге қандай да бір қатысы бар жоғын білмеймін. Мен саған ең көп ескерткенім. Не қайтып кел. Мені мойынсұнушылықпен тыңда, менің күшім жетеді. Қателессең, маған қайта келе алмайсың. Бастық барып дайындалсын. Әрі қарай. Тоқтады. 停电了。少一点。 Жарайды. Сауи, бұл қол жалған. Жарайды. Ли Сюлланың ұстанымы гипотетикалық емес. Келесі жолы дұрыс болады. Мен сізге соңғы мүмкіндік беремін. Адамдарды көп алдамаңыз, тост айтпаңыз, тамақ ішпеңіз және алкогольді жазаламаңыз. Макияжға қол қой, қызыңа қара. Мен қол қоямын. Қол қоя алмаймын ба? 我签还不行吗？
Ұстаз, жіберіңіз. 放开！ Жас шебер. Бастық осыны меңзеп тұр. Сіз салыстырғаныңыз жөн. Мен оларға көшкім келсе, алдымен маған келулерін айттым. 是来找我。 Жаман бала, Лин Хау, сен бізге неге көмектесіп жатырсың? 林浩， Апай, мен сіздің азап шеккеніңіз үшін кешірім сұраймын. Мен әкемнің жіберген қателігіне қатты өкінемін. Мен оның жалғастыруына жол бермеймін. Бірақ сенің әкең, мен одан ертең өтемақы туралы келісімге өзгерістер енгізуін сұраймын. Егер ол келіспесе, мен сотқа жүгінемін. Ал уайымдама, артымнан отбасыма қамқор болсам да, сенің қайта жаралануыңа жол бермеймін. Менің жас қожайыным, сен қазір сыртқа шыға алмайсың. Мен саған шықпауыңды айтайын. Сен не істеп жатырсың? Сен не істеп жатырсың? Бастық Линнің айтуынша, егер дүкенде бірдеңе болса, сіз оны күштеп бұзып жатқаныңызды айтасыз. Бұл заңсыз. Біздің бұзуымыз заңсыз емес. Менің бұзуым мәжбүрлі түрде бұзылмайды. Менің бұзуым заңды және талаптарға сай. Қараңызшы, сіз заңды бұзып жатырсыз және оны дереу бөлшектеуіңіз керек. Біз оған қамқорлық жасаймыз. Бұл қалай қауіпті үй болуы мүмкін? Ақ қара түсте, анық және түсінікті. Қозғалмауды жалғастыра бер. Мені жіберуге болмайды. 我的天，你们放开我们！放开他！ Анашым, Саою, сіз бұдан былай осында емделесіз. Мен онымен бірге 你 тұрамын. 就在这儿接受治疗。我住这儿。 Анашым, сіз қалайсыз? Анамның басқа да істері бар. Ал сен ше? 你呢？ Сіз тұрып, жүре алатын болсаңыз, анам оны алып, сіздің қайтып келуіңізді күтеді. Анашым, мен мұнда жалғыз қалғым келмейді. Мен сенімен бірге үйге барғым келеді. Дәрігерді осында тыңдап, сауығып кету үшін көп жұмыс істегім келеді. 努力复健， Бұл ол ма? 知道吗？ Неге түсінбейсің? 明白呢。 Сіз жасаған Богина сияқты, ол да көз алдында құмырсқа сияқты, және ол кеш сатысында өледі. Егер сіз оны енді емдемесеңіз, ол 2 айға созылмауы мүмкін. Менің қызым қалай? Науқастың миы қатты зақымданған. Оянған кезде қарапайым адам сияқты өмір сүру қиын болуы мүмкін.
Саою орнынан тұрды. Сен тұрдың. Рахмет, рахмет. 你能站起来了。谢谢你。 Мен мұны неге дәл қазір жасадым? Бұл жай ғана сенің тұрғаныңды көру үшін мен саған осылай бергім келеді. Мұндай аз жаңбырды қалай жаудыруға болады? Дұрыс па? Тым мазасыз, дұрыс емес жолмен. Анам енді мұндай ақмақтықты енді қайталамаймын деп уәде берді. Сәлем, Арман. Ата, Саою, сен тұра аласың. Керемет. 小雨，你能站起来了，太好了。 Сеулан, ақыр соңында, Құдай оның көзін ашты. Ол сенің шаршаған өміріңді көре алмаған болуы керек. Сондықтан ол осындай керемет жасады. Кейін бұзылады. Мен естеймін. Оны жыртып тастаңыз. Қазір жалғыз үміт Саою өмірінің қалған бөлігін тыныштықта өткізе алады. Басқа ештеңе маңызды емес. Чен-чынның жағы жақсы. О, Саою шынымен де қабілетті бола бастады. Байқап көріңіз, бұл сіздің анаңыздікіндей дәмді. Анашым, қазір уайымдамаңыз. Болашақта мен өзіме ғана емес, саған да қамқор бола аламын. Бұл Саоюйдің телефоны. Оны шығарыңыз. Саоюйдің жол апатын сіз жоспарлаған едіңіз. Неге маған хабарлағың келеді? Мен сенің әкеңмін. Сенің бұл туралы айтқаныңды және менің қаным туралы айтқаныңды қаламаймын. Сен оның зұлым істерінен бас тартуына жол бердің. Шынында да, сені ұстап алған сен, ақ көзді қасқыр. Өзіңде бар нәрсені және өзіңе ұнайтын нәрсені ұмытпа. Мен бәрін аштым. Жарайды. Мен мұның бәрін саған қайтарамын. Мен оны өз жолыммен тоқтатпаймын. Сәлеметсіз бе? Сізде баруға батылдық бар. Бірақ мен олардың анасы мен қызына кепілдік бере алмаймын. Сіз мені қорқытасыз. Өзіңіз ойланыңыз. Саою, онда оның дүкені жаман емес. Дүкен сәл кішірек болса да, мен оны қайтадан жеймін. Жарайды. Мен анамды тыңдаймын. Абсурд. Жеңіл жаңбыр, жеңіл жаңбыр. Есімде жоқ. Саою, менімен бірге әжеңді көруге кел. Әжең қазір ауруханада өліп жатыр. Жарайды. Мен тез жүгіруге кешігіп қаламын. Сізді табу үшін үйіңізге бармаңыз. Сіз өзіңіздің университетіңізге түсесіз бе? Анам сенен тыңдауымды өтінді. Анашым, бұл жолы біз енді ана мен қыз емеспіз. Сен ояндың. Анашым, кешіріңіз. Мен сіздің жалғыздыққа сонша шыдауыңыз керек екенін білмедім. Мен сені әлі күнге дейін саған ашуланғаның үшін кінәлаймын. Мен шынымен түсінбеймін. Саою ана, аман есен жүргеніңізді көру жеткілікті. Уайымдамаңыз.
мен міндетті түрде әкемнен істі аударып, әкемді құтқаруын сұраймын. Болашақта бұл туралы айтуға рұқсат етілмейді. Неліктен Лин Хуа біздің отбасымызды бөлшектеп, кеспе дүкенін қиратты. Мен бұл өшпенділік үшін кек алуым керек. Үндеме, ешқайда кетуге де, болашақта қытайлар туралы айтуға да рұқсат етілмейді. Лин Хау, ажырасайық, кешіріңіз, мен сізге өтірік айттым. Әу бастан әкем үшін қылмыс жасау үшін саған жақындадым. Жамандық жасайтын сенсің. Жүкті адамдардың сізге ешқандай қатысы жоқ. Сондықтан өзіңізді кінәлі сезінбеңіз. Енді маған хабарласпа, өзіңе қамқор бол. Сіз оны қалай жібере аласыз? 你才能放过他。 Өте қарапайым. Олармен байланысын толығымен үзіңіз. Бұдан былай мені мойынсұнушылықпен тыңда. Ұзақ мерзімді қараңыз. Неліктен біздің әкеміз бен ұлымыздың осы құмырсқа әйелдері мен балаларының жеке істеріне деген сезіміне әсер ету керек. Сіз мойынсұнғыш болсаңыз, көршіңіздің бәрі сіздікі. Мен сені жек көремін. Бастық, қоғамдық пікір қазір біз үшін өте қолайсыз. Олардың анасы мен қызы көпшілік алдында нашар сатылады, және оларды көшіру өте қиын. Мен қоғамдық пікір болғандықтан, біз бұған дейінде ой жүгірткен болатынбыз. Соңғы кездері интернетте мен туралы көптеген жалған видеолар тарап жатыр. Бүгінгі баспасөз маслихаты фактілерді нақтылауға және барлығына түсініктеме беруге арналған. Босс Ли, сіз өзіңізді күштеп бұзып жатқан видеода, сондай ақбұзақлардың зорлық-зомбылық көрсететін құқық қорғау органдарында суретке түскенсіз. Мұны қалай түсіндіресіз? Барлығы, сіз көріп отырғаныңыз өңделген зиянды бейне. Ол кезде біз контрафактілікке қарсы заңды түрде бұзу жұмыстарын жүргізіп жатқан едік. Анасы мен қызы ынтымақтастықтан бас тартып, құрылысқа күшпен кедергі келтірді. Менің қызметкерлерім тек тәртіпті сақтайды. Анасы мен қызы аспандағы жоғары өтемақыны талап ету үшін аузын ашып, жұртшылық алдында аянышты түрде сатылды, және оларға қысым жасау үшін қоғамдық пікірді пайдаланды. Шынымды айтсам, бұл ақша үшін. Бұл олардың ондаған миллион көлемінде өтемақы талап етуі, бұл мүлдем негізсіз. Бұл ит адамдарды тым көп алдайды. Ал тырмалауды ұру ұят емес. Үйге келгенде мен бізді мылтық ретінде пайдаландым. Біз бәріміз алданып қалдық. Бұл аянышты, бәрі қанды. Бұл шын жүректен, бұл өрік көзінің алдын алу үшін жеткілікті ме? Лин Хуайрен. Саою неге сонда? Жеңіл жаңбыр қауіпті ме? Мен бірден кетуім керек. Сюлан, сабыр ет. Сахна тілшілер мен камераларға толы болды. Сіз қарызға алған 10 шек. Ол әбігерге түсуге батылы бармады. Саою импульсивті адам емес. Ол баруға батылы баратынына сенімді болуы керек. Айтпақшы, бұл Лин Хуайрен берген өтемақы шарты, және ол ақ қара түсте анық жазылған. Өтемақы небәрі 100 000 юанды құрайды. Босс Линнің отбасында үлкен бизнес бар. Сондықтан ол 100 000 юан жоғалтып қана қоймайды. Солай ма? Тек бір парақ қағазды алып, оны босс Лин бергенін айтыңыз. Бұл күндері жалған ақша жасау өте оңай. Мисма қауесеттерді жалған жасағаны үшін заңды түрде жауап береді. Сізге 100 акр жерді бұзу ақылға қонымды емес пе? Мен сізге оны тез кесуге кеңес беремін. Тіпті соңында 100 000 юан бермеңіз. Біз ақылға қонымды өтемақы алғымыз келеді. Бірақ сіз Хуайрен бізді көнуге мәжбүрлеу үшін осы жаман әдісті қолдандыңыз. Осыдан 18 жыл бұрынғыдай, мен 18 жыл бұрын, сіз ақша үнемдеу үшін сапасыз құрал жабдықтар сатып алып, 3 жұмысшыны өлтірдіңіз, бірақ оны әкеме отырғыздыңыз. Бос сөзге толы. Сіздің айтқаныңыз, бұл сіздің айтқаныңыз, жақтау заңсыз. Бұл жылдың сатып алу тапсырысы Лин Хуайрен, 3 таңбаға сіз қол қойғансыз. Бұл сіздің қолыңызда қалай болуы мүмкін? Мұны маған Ван Цан береді. Бұл маған Ван Цанның берген әзілі. Ван Цан сауданды өртеп жіберген еді. Оның қазір жай ғана вегетативті адам екенін айтпағанда. Сіз Ван Цанның әлі ояу екенін білмейтін сияқтысыз.
Ол кезде аутсайдерлер менен жақсы болатын. Мен оларға қол қойған кезде мен немқұрайлы қарайтынмын. Мен үйде болған кезде үйімнің алдында жасырылған жердің астында тұрдым. Саою, сен оны табуың керек. Мен сол кезде болған оқиға үшін рахмет. Мен сіздің отбасыңызға түсініктеме беруім керек. Мен сізге жаман жігіттерден қарыздармын. Сондықтан мен сіздің анаңызға уәде бергендей кейіп таныттым. Бірақ мен көмекші Лин Ченчен мені шынымен сотта куәлік беріп жатырмын деп ойлап, маған шынымен қатал қарады деп ешқашан күткен емеспін бе? Саоюй, мен бұл жолы бірдеңе болады дедім. Оны аяқтау керек. 一定要办到它。 Сіз мені осы сынған қағазбен түсіре аласыз деп ойлайсыз ба? Сіз өзіңіз берген бұзу туралы бұйрықтың және жеке қол қойған жалған құжаттардың жазбасы бар және әрбір қара ақша операциясы анық жазылған. Мені тексеруге қалай дәтің бар? Барлық дәлелдер полицияға тапсырылды. Фанг Танган бәрін мойындады және Саоюды өлтіру үшін Ма Чжэнгуанды отырғызу жоспарыңызды нақты түсіндірді. Керісінше, сен сасықсың, менің қояныма қара. Егер сен маған тиісуге батыл болсаң, мен Шаншан групп төрағасына арқа сүйеймін. Ал кадрлық мәселелерде менің соңғы сөзім бар. Жақында кетейін. Он 18 жыл. Мен бұл күнді 18 жыл күттім. 18年了， Саою жасады. 做到了。秀兰， Анашым, сізге не болды? Анашым, кешіріңіз. Сіз ауырып қалдыңыз. Мен сізге бұл туралы алдын ала айтқан жоқпын. Абай болу сізге байланысты. Бұл менің кінәм. Жарайды. Сеулан, кейіп танытуды қой. Егер сен әрекет ете берсең, Саою есінен адасады. Ақымақ қыз. Жарайды. Алдымен мен есепті қате түсіндім. Менде кішкене мәселе бар. Рахмет, біз ақыры қайта қосыла аламыз. 终于可以团聚了。 Әкемнің үйге кетіп бара жатқанын көреміз. Ой, мына қария мен әйелі әлі де жастардан шаршады. Бірақ олар басқаларға шынымен қызғанышпен қарайды. Міне, дәмі осындай. Мен оны қатты сағындым. 就是这个味儿。 Менің денем қалай қалпына келді. Мен тағы да бірнеше кеспе дүкендерін лақтыра бастадым. Демалуға мүмкіндігім болмады. Оның үстіне мен қазір жалғыз емеспін. Осы жылдар бойы әйелім сені азапқа салды. 受苦。 Бұл тұрарлық. 值得。 Ал, мұның бәрі оған тұрарлық. Мұнда үй иесі үйді алдын ала жауып тастаса, сізге 2 айлық жалдау ақысын төлеуге тура келетінін қосыңыз. Бұл қауіпсізірек. Ей, бұл өте қарапайым. Үздік студенттерге кері санақ. Тек осы өндірістік және коммерциялық ақпарат дайын деп айтыңыз. Ал ертеңші? Егер сіз оны Францияға апарсаңыз, сізге ақша қажет емес. Кобаяшиге барғаныңыз үшін рахмет. Сізге соншалықты дәмді болудың қажеті жоқ. Сонымен қатар өзіңізге деген сенімділікпен келудің қажеті жоқ. Көршілерімізді өз қолымызға алу біздің батамыз. Arrow man.